Ыбырайым пайғамбардың келінін сынауы. Ыбырайым пайғамбардың ұлы Смағұл ер жеткен соң Ғамара атты қызға үйленеді. Бірде Ыбырайым пайғамбар келінін сынау үшін ұлының үйіне диуананың киімін киіп қонаққа келеді. Келіні қонақты көріп қабағын шытады. Оған суып қалған шай береді. Дастарханы, ыдыс-аяғы лас екен. Отыратын көрпені де ауыстырып салмайды. Атасын танымаған келіні отбасындағы ұсақ-түйек ұрыстарды айта бастады. Ерінің айыбын ашып, оны жамандады. Ыбырайым пайғамбар кетіп бара жатып, келініне еріңе сәлем айт, үйінің есігін ауыстырсын деді. Әкесінің сәлемін естігенде ұлы Смағұл, әкемнің көңілінен шықпаған екенсің деп отыра кетеді. Смағұл бағын екінші рет сынамақ болып, Халя атты қызға үйленеді. Ыбырайым жаңа келінін сынау үшін тағы да диуана кейпінде қонаққа келеді. Халя құманға жылы су құйып, зыр жүгіріп қызмет қылады. Алдына барын тосады. Астына қалың көрпе төсейді. Жүгі жинаулы, ыдыс аяғы мұнтаздай таза екен. Келіннің де қабағы ашық, көңілі жарқын екен. Шай үстінде пайғамбар, тұрмысың қалай қызым деді. Келіні, шүкір ата, жақсымыз деп, ерінің жақсысын асырып, жаманын жасыруға тырысты. Оның иба ізетіне сүйсінген атасы, еріңе айт, үйдің есігін жақсы сақтасын деп сәлем айтты. Бұл сәлемді естігенде ұлы Смағұл қуанып, әкемнің көңілінен шығыпсың, атаңа жаққаның, Аллаға да жаққаның деп риза болыпты.